Үлкен халықтар сырт елдерге көп жұртқа таралады. Мысалы түрік 11 миллион болған кезде қазақ 6 миллион болған. Қазір түрік 80 миллион. Қазақ кемі 40 миллион болу керек деп отырғанымыз сол. Сол түрік дүниесінде түгел бар. Барлық жерде өзінің түріктігін сақтайды. Сол сияқты эмиграцияға кету, шетке кету барлық жұртта бар, қазақта да ол ешкім тоқтата алмайды. Бұл жақсы да деп айтуға болады, жаман деп айтуға болады, табиғи нәрсе, табиғи жағдай. Ең бастысы шетке кеткен қазақтар өздерінің тілін сақтау керек, дәстүрін, салтын сақтау керек, балаларын қазақтық рухта тәрбиелеу керек. Ал енді алдағы заманда ол келушілер көбейе беру керек деп ойлаймын. Америка бүкіл дүниесі халықтарының ортасы ғой, бүкіл дүниесінің халықтары жиналған жер. Мұнда қанша халық барын нақты айта алмаймыз. 100 мың деп отырсыңдар, елші айтты деп, алдағы уақытта одан да көп болады. Неғұрлым көп болса, соғұрлым өзінің ұлттығын, дәстүр салтын, адамдығын сақтауына сеп болады. Ең басты қайда жүрсе қазақтығын сақтау керек. Европада бар. Ал енді шеттегі қазақтар қазір бір талай. Қытайда 1,5 миллион ресми есеп бойынша халық бар. Өзбекстанда ресми есеп бойынша миллионға жақын, бірақ одан көп болу керек. Ресейде 600 мың деп отыр. Ал енді осы қазақ бауырмал халық дедім ғой. Қазақ отаншыл халық, жершіл халық. Қазақстан тәуелсіздік алған кезде шетелдегі барлық қазақ Қазақстанға ұмтылды. Келді бәрі. Шет келіп, елшілері келіп, өкілдері келіп жатты. Алдағы уақытта сырттағы қазақтарды келтіру мәселесі ең басты мәселе болу керек қазақ мемлекетінің алдындағы. Қазақ көбею керек. Мына жерде ең болса 20 миллионға жетуіміз керек тазарада. Ал енді қазірде Құдайға шүкір, айттық 13,5 миллион хат болып отыр қазақ. Алдағы уақытта 20 болса, одан ары қарай өсіп өре береді. Ең бастысы біздің қазақтың әйелдері, біздің келіндер, біздің кезімізде аналарымыз, қазір тұстастар, кейін келіндер, балалар, мына қазақтың отбасын көбейту мәселесі тоқталған жоқ.